Жедел хабар. 6 адам қаза болды. Егер хабарды толығырақ білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Қарағанды облысында Ақтау кентінде 5 қабатты тұрғын үй өртеніп, салдарынан 5 адам көз жұмды деп хабарлайды өңірдің төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі. Қайғылы оқиға 16 желтоқсан күні түнгі сағат 2-де болған. Теміртау қаласы маңындағы Ақтау кентінде 5 қабатты тұрғын үйден өрт шыққаны туралы хабар түскен. Алғашқы өрт сөндіру бөлімі оқиға орнына жарты сағатта жеткен. Анықталғандай, бірінші қабаттағы 3 бөлмелі пәтерде 40 шаршы метр аумақты өрт шыққан. Төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелері келгенге дейін тұрғындар 5 адамның мәйітін кіреберістен көшеге алып шықты. Қаза болғандар жоғарғы қабаттағы пәтерлерден түтін басқан кіреберіс арқылы өз бетінше эвакуацияланған болған делінген хабарламада. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.